Сәлем достар, жігіткен жейтін өдің өзі аз дейді ғой. Жалпы шашлықтың түр-түрін жасаймыз. Самаурында шай қоямыз әдемі. Енді соған тағы да бір өнерді қосқымыз келіп жатыр. Далада қуырдақ пісіру. Түндер бірге болыңдар, сіздерге керемет қуырдақтың дәмін татырамыз. Достар, бірінші сол қойдың өзінің майын немесе сандағы май, жылайды құйрық майды салып, семішке майды қолданбай бір қуырып аламыз. Арқадай күтіндер. Майды қуырып алып, енді ақырындап еттерді салып, етті қуырамыз. Нұсрет басқаша салады ғой. Ол Нұсрет қой, мен қуанышпын ғой. Барлығы сәл қызғаннан кейін уже пияз саламыз. Етіміз әдемі бұқырылып жатқан кезде біз картошканы өте керемет тез піссін деп хотя осы размерді бір 3-4-ке бөлуіміз керек. Міндетті түрде әркім өзінің вкусына қарай дәмде бұрыш тұз салса болады қосымша. Қуырдақ мясо в своем соку деген осыны айтады. Өзінің майымен, өзінің суымен әдемілеп бұқтырып жатыр. Тағы бір 5 минут сосын картошканы салып, енді қайттан картошка салмас бұрын еттің бұқтырылған бір кішкентай дәмін көреміз. Етті осылай жей беруге болады. Музыка қойып бересіз. Монтаж өзіңе алған нәрсе ғой. Оператор өзінің несін жақсы не қойып.